Түнде қашып жүру немесе жүгіріп жүру. Бұл жерде егер сіз қашып жүрген болсаңыз, кімнен қашып жүргеніңіз маңызды болады. Жалпы түсіңде жүгіріп жүру бұл жақсы. Бұл уақыттың өтіп жатқанын да білдіреді. Яғни қашу, жүгіру, қашу бұл уақыт өтіп жатқан, артыңда қуалап жүрген адам, бұл сен маңызға алмай тұрған, бірақ шын мәнінде өміріңде маңызды, шешуге тиіс болған шаруаны білдіреді. Мысалы ретінде түсіңде сенің артыңнан жаңағы офистегі киінген адам қуалап келе жатыр. Демек сен жұмысыңа мән бермеушісің. Түсіңде сен қашып келе жатсың, яғни өмірде уақытың тез өтіп жатыр. Артыңнан сені жаңағы имани, діни стильде сіздің әйелсіз ба, ер адамсыз соған байланысты, мысалы орамал таққан қыз қуаты немесе тақиялы жігіт қуаты. Сондай жағдайда сіз өмір ағысы өтіп жатыр, жүгіріп жатырсыз, уақыт кетіп жатыр, бірақ сіз иманыңызға мән бермей жатсыз деп жорылады. Ал және де сіздің түсіңізде сіз қатты жүгіріп жүрсіз, уақыт өтіп жатыр, артыңыздан зомби, шайтан, біртүрлі тұрпайы жаңағы персонаждар қуалап жүрген болса, сіздің қарыздарыңыз көп, өмірде шеше алмай жүрген проблемаларыңыз көп, сіз ешқайсына да уақыт жұмсамай, бәрін кейін деп артқа шегеріп жатсыз, ал олар сен мені шешу керексің деп артыңыздан қуалап жүрген болып жорылады. Сондықтан да бұндай түстерді жорытыңыздар.